Сәлем баршаңызға. Бүгін біз жұмсақ пицца жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 2 қасық дрож, 1 қасық шекер, 1 қасық тұз саламыз. Және де 1 стакан жылы су құйып, жаймен араластырамыз да 5 минутқа пищевой пленкамен бетін жауып қойып қоямыз. Содан соң жарты стакандай сұйық май құйып, және де 3-4 стакандай ұн салып, жақсылап тұрып жұмсақ қамыр жасаймыз, және де пищевой пленкамен бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Сіздерге көп уақыт алмай өзім осындай қылып турап, әдемілеп дайындап қойдым. Қияр, колбаса, помидор, және де тәтті бұрыш, сыр, томат пен майонезді араластырып қойып дайындап қойдым. Қалауыңызша жуа салсаңыз болады. Дайын болған қамырымызды, табамызды майлап, қамырымызды жайып, осылай дөңгелектеп, әдемілеп формасын келтіріп алып, және де майонез бен томат араласқан немізді жағып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша дайындап қойған колбаса, қиярларымыздың бәрін салып, және де пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Осылай етіп әдемілеп өзіңіздің қалауыңызша не салғыңыз келеді, соларды салып, беттеріне әдемілеп қойып, пешке пісіріп алуыңызға болады. Пеште тұрған пиццамыз пісіп қалдау дегенде бетіне сиырды сеуіп, қайтадан 5 минут салып аламыз. Мінекей пиццамыз дайын, ас болсын.